бізде оқу залымыз, осы біздің кітапханамыздағы оқу залымызда көптеген көрмелеріміз бар. Бізде бір кітап акциясы бойынша міне әдебиет әлемінде қос жұлдыз атты біздің екі тілдегі көрмеміз бар. Бұл көрмеде жаңағы өзіміздің Тәкен Әлімқұлов пен Жұмекен Нәжімеденовтің шығармашылығы таныстырылады. Оқырмандарымызға сол кісілердің шығармаларын жыл көлемінде оқып танысу керек. Әрбір жылда бір кітаптар таңдалады ғой. Биылғы жыл осы екі жазушымыздың кітаптары, шығармашылығы. Сол кісілер жайында міне газет журналдардан шығармашылығын, өмірбаянын танысып біле алады біздің осы кітапханамызға келген оқырмандарымыз. Ар жағында бізде 25 қазан республика күні өтті, соған байланысты бізде кітап көрмелеріміз бар. Бұл жерде балаларымызға арналған осы біздің кітапхана қорындағы бар кітаптарымыз бар. Осы жерде жинақталып таныстырылады. Міне өздеріңе арналған қараңдаршы, Жаса Қазақстан атты әдеби кітаптарымыз бар. Міне бұл жерде біздің өзіміздің ән шашуларымыз, менің Қазақстаным әні, Жаса Қазақстан әні бар. Міне осындай кітаптардың барлығын сендер осы мерекелердің барлығын сендер тақпақтар жаттайсыңдар, ұстаздар мектепте. Сол тақпақтардың барлығын сендер осы кітаптан алып оқи аласыңдар. Міне рахмет саған менің елім Қазақстаным деген, міне менің елім Қазақстаным деген кітабымызда бар. Мақтанышпен қарап шынас. Елімізде неше облыс бар, қандай облыстар, қандай қалалар жатады, Батыс Қазақстан облысына қандай қалалар жатады, соны барлығын осы кітаптың ішінен көре аламыз. Өзіміздің ата заңымыз жайында көптеген кітаптардың барлығын көшеден алып танысып көре аламыз. Мына жерде осы жақында ғана белгілі болған 100 кітап 100 қазына атты жобасы бойынша дайындалған шағын көрмеміз осы біздің кітапхананың ішінде бар кітаптардан. Енді сендер болашақта жоғарғы сыныптарға барғанда осы кітаптардың ішіндегі біразын оқисыңдар. Олар біраз кітаптар осы мектептің бағдарламасында бар. Соның ішіндегі мысалы Парасат майданы, Құлагер, жоғарғы сыныптарда Қамар сұлу деген сияқты кітаптарды оқи аласыңдар. Бірақ енді сендерге бұл кітаптар тым күрделі, тек жоғарғы сыныптарға үлкендерге арналған. Біздің кітапханадағы оқырмандарымыз бізге көптеген кітаптар сыйлайды. Сол кітаптарды балаларымыз алып оқуға болады. Өзіміздің әдемі ою-өрнектің жанында суретке түсуге болады. Суретке түсу бұрышы деп аталады. Жақсы қойған. Бұл жерде оқырмандарға қызмет көрсету орталық болып келеді. Бұл орталықта әрбір жас ерекшелігіне байланысты бізде кітаптарымыз, шығармашылығымыз бөлінген. Мына сіздер келіп тұрған абонементіміз бұл кітаптар жинақталған. Бұл жерде өздерің жоғары сыныпқа барған кезде осы біздің орталықта кітап алуға болады. 5-8 сыныпқа арналған қазақша және орысша кітаптарымыздың жинағы бары осында. Ал алдарыңызда тұрған мына көрмеде бізде жаңадан түскен кітаптар. Біз басылым бойынша біздің кітапханамызға кітаптар келіп тұрады. Сол кітаптарымызды біз оқырмандарға ұсынамыз. Міне жаңадан келген кітаптарымызды оқуларыңызға болады деп. Абонемент. Бұл жерде сәлеметсіздер. Сендерге арналған кітаптардың барлығы осы жерде. Қараңдаршы қандай әдемі, сендерді көптен күткен паровоздарымыз лық толы сендерге кітаптар әкеліп тұр. Бұл жерде әдемі, неше бір кітаптарымыздың бәрі осы жерде жинақталған. Қазақша және орысша кітаптардың барлығы осы жерде. Өздері мына кітапты оқып беріңдер. Міне Тышқан мен жылан ертегісі. Ондай кітап көрген жоқпыз біз, қараңдар. Оқыған жоқсыздар ма? Осы кітаптың барлығын жазғы демалыста біздің кітапханамызға келіп оқи аласыздар. Бұл жерде тек қана кітап емес, сонымен қатар әдемі, көрікті, қазақша көптеген журналдарымыз да бар. Қатысатын болсаңыздар, осындай журналдар беттеріне балалардың шығармашылығы жазылады. Осында басылып шығады балалардың шығармашылығы, қандай шығармашылықпен айналысады, немен айналысады, осы беттердің бәрін ішінен көре аламыз. Өздерің секілді балалар міне сыныптармен қандай жарысқа қатысты, қай жерге барды, міне мынандай көптеген сөз жұмбақтар бәрін осының ішінен көруге болады. Көрдіңдер ме? Ұнай ма сендерге? Сендердің жұмбаларың жақсы бірінші орын алып, осы журнал беттерімен көрейік сендерді. Ұнады ма?
Айткыңыз келсин. Мына жақтың барлығы бізде қазақша кітаптарымыз, мына жақта орысша кітаптарымыз да бар.